Чип пен Дейл көмекке асығады. Қандардың зәресі кеткенде. Бұл кезде мені жабайы қаңғыбас мысықтар қазандағы қайнап жатқан суға салайын деп жатыр еді. Кезде сен жаман қатты қорыққан шығарсың, Қорқу? Қой, мені ешкім қорқыта алмаған. Мен қайта оларды жеңіп кеттім да өздерін қайтадан қазанға салып кеттім. Қылған екенсің онда. Рокки, саған хат келді. Хат маған? Маркасына қарасақ, бұл Таппатониядан келген хат екен. Таппуни. Атауы да қызық екен. Нен екен, Рокки? Бұл хатты жіберген менің Дон Кихот деген бұрынғы досым екен. Ол не деп жазыпты? Оның ауылына шабуыл жасалыпты. Соған қарағанда мен көмегім керек сияқты. Әрине, Рокфор, бәріміз бірге барып әлгілердің көкесін танытайық. Ештеңе де қорқыта алмайды, егер сендер қасымда болсаңдар, достар. Ендеше бәріміз ұшаққа барайық. Біз бәрін құтқарамыз. Аймау, Рокки, мыналар тойда жүрген сияқты ғой. Білесесің, бұл той емес, бұл бұқаларды босататын күн. Бір жылдағы ең маңызды күндердің бірі. Бұларды қарақшылардан құтқаруға келдік па деп ойласам. Қайда, бұқаларды босатыңдар, кәнекей, бізге бұқалар керек. Меніңше қызықтың көкесі енді болатын сияқты. Өлем, мыналарды қара. Бұл шайқас алаңы ғой. Бәрі де менің досым Дон Кихот айтқандай екен. Олардың бәрінің зәресі қалмапты ғой. Олардың бәрі бір-бәрі көлген ғой. Сен тек қана шыққандарға тиіскен. Адамдарға қарсақ мүлде ештеңеден қорықпаған. Сендер ақыры келдіңдер ма? Мен білгемін сендердің келетіндеріңді. Достым Дон Кихот. Менің досым. Ал достым, айта бер, біз саған топырлап жетіп келдік. Мына жерде құйын өткендей болыпты ғой. Менің тасталқанын шығарыпты. Бұл оның дәл өзі жыңғаққандай деу қара Элена Пио деген бұқа. Дым жарыспайды екен. Бұл жолы ол тек бізге ғана тиісті, кішкентай шыққандарға. Ал біз тойға дайындалып өздерімізше сәндәліп жатсақ. Мынау әлгі ұлы Рокки емес пе? Сасын ұлы Рокки. Мен оны жай ғана Рокфор деп ойлап жүрсем. Бізге ғана Рокфор. Солыңдар, жай ғана бір шайқастан кейін қойылған ат қой. Енді бұл жерде өз абыройыңды жасырмай-ақ қойсаң болады. Қасыңдағы достарың бәрі білсін. Мені күнде таңғалдырасың. Біз сен туралы бәрін білет шығармыз десек. Баған екенсің ғой. Жай әшейін. Сонда атыңды кім қойды? Осыдан бірнеше жыл бұрын болған. Ол кезде де бұқалар жүгіретін, бірақ өте мәдениетті, өте тәртіпті түрде. Бәріміз той-томалақ жасайтынбыз. Содан бір күні аяқ асты. Ол пайда болды. Өте қорқынышты қара бұқа. Испаниядағы ең ірі бұқа еді. Өзіміздің таныс бұқалар қашып кетті. Оса адамдар да қашып кетті. Тек оны бұл жерге ешкімде шақырмаған екен. Бір күні аяқ асты құпия батыр пайда болды. Ол бәрімізге әйгілі Рокки еді. Біздің ұлы Рокки ештеңеден қорықпаған. Бұқа қанша жерден жүгіріп келе жатса да, ол алдыда бұқаны шалқасынан түсірді. Бері өзіміздің әйгілі Рокки бұқаны қуып жібергеннен кейін тойымыздың дәмі бұзылмайтын болды.
Баған элемені пио болса, біздің қалаға келмек түгілі қараудан да қорқатын еді. Енді тағы да сол өзіміздің Рокки қаланы тағы да құтқаруға оралып түсінген жоқ. Ол өзіміздің Рокфор қаланы құтқарады деп ойламап ем. Ол кезде тек қана менің жолым болды деп санайық, Дейлжан. Сенің сол кезде киген киімдеріңді әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Ескі құсқыны сақтап не қыласыз? Сіздің бізге көмектесуге келгеніңізге өте қуаныштымыз. Сол үшін мына алғысымызды қабыл етіңіз. Мен шыдай алмай тұрмын, бұл сыр. Сізді жақсы көреміз, әйгілі Рокки. Уайымдамаңыздар, біз бұл элемент пиудің шаруасын 5 минутта тындырамыз. Оған біз сияқты батырлар әрдайым дайын. Сенің көмектескеніңе рахмет, бірақ ешқашан жағаласпа. Аяқ асты не болып қалды? Оны білем ғой, ол бәрібір бұқадан қорқады. Таза қорқақ. Достар, бұқадан қашу басталды. Тік бізде. Бұқалар қайда дейік? Бұқаларды қараңдар. Бұқалар солтүстік қақпадан шығады. Даңдар, басталды. Қайда барасың, досым? Жақындауға болмайды. Жоқ қалды екен. Бұқалар жоқ, оларды ұрлап кетіпті. Оның бәрін істеген элемена пио екенін жақсы білем, ол біздің тойларды жеп көреді. Қане ол, бер қарай алып келіңдер. Әйгілі Дейл ештеңеден қорықпайды. Біз бармыз ғой. Біз барда Рокки қарап тұрмайды. Кеттік олай болса.